Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дарынды оқушыларға арналған бағдарламаны қалай жасауға болады, сол туралы үйренетін боламыз. Мен сіздердің назарларыңызға үлгі ретінде бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған дарынды оқушымен жұмыс жасау бағдарламасын түздім. Кез келген жұмысты бастамас бұрын ең алдымен біз алдымызға мақсат қоямыз. Сол мақсат негізінен біздің міндеттер туындайды. Осы міндеттерді іске асыру үшін біз дарынды балаларды анықтауға қажетті әдіс-тәсілдерді анықтап аламыз. Мен барлықтарыңызға түсінікті болу үшін жоспардың жалпы неше кезеңнен тұратынын және бағдарламаның қандай қызмет атқаратынын қысқаша айтып өтейін. Менің бастауыш сыныпқа арналған бағдарламам 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол анықтаушылық және диагностик. Екінші кезең қадағалаушылық және практикалық. Үшінші кезең талдау, сараптау және нәтижелеу. Кез келген дарынды оқушыға арналған бағдарлама түзуде ең алдымен мектеп психологының көмегіне жүгінеміз. Себебі біздің мектептегі дарынды, яғни қабілеті ерекше балаларды анықтап беретін мектеп психологы. Олар өздерінің әртүрлі жүргізетін іс-шараларын жүргізе отырып, сол зерттеудің нәтижесінде бізге дарынды оқушыны анықтап береді. Енді мектеп психологының ұсынысымен бекітілген дарынды балалар тізімі бойынша мәліметтер базасын құрып аласыздар. Одан кейін дарынды балалардың пән бойынша басым тұстары мен анықтау мақсатында жетекші сұрақтар қойып, ата-аналарға байқау парағын толтыртып аласыздар. Сонымен қатар дарынды оқушыларды міндетті түрде ғаламтор желісіндегі пайдалы ресурстармен қамтамасыз етіп отырасыздар. Және дарынды оқушылардың шығармашылық тобын құру жұмысы бойынша ұзақ мерзімге жоспар жасайсыздар. Қадағалаушылық және практикалық қадамда біз ұзақ мерзімді жоспарды іске асыруымыз керек. Бұл жерде мен сіздердің назарларыңызға жаратылыстану, сауат ашу, математика пәні бойынша жоспар түзіп отырмын. Дарынды оқушымен жұмысқа жалпы білім беру стандартында нақты сағат беріп көрсетілмегендіктен, біз бұл жоспардың тақырыптарының аптасына 1 рет, күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес, сонымен қатар әр сабақта деп бөліп алдық. Бұл жоспарда көбінесе жаратылыстану пәнінен түрлі түсті суреттермен жұмыс жасайды. Сауат ашу пәнінен суретке қарап ертегі, әңгіме құрастырады, әзіл жұмбақтар пайдаланады, ой өрісін дамытуға арналған тапсырмалар орындайды. Ал математика пәні бойынша геометриялық фигуралармен жұмыс жүргізеді, математикалық заңдылықтарды үйренеді, нүктелер арқылы фигуралар салу жұмыстарын жүргізеді, логикалық есептер шығарады, интеллектуалды ойындарға, олимпиадаларға қатысады. Сонымен қатар жылдам оқу тапсырмалары жүзеге асырылады. Енді талдау, сараптау, нәтижелеу бөлімінде біз дарынды оқушылармен атқарылған жұмыстардың 90-дық есептері бойынша альбом жасаумыз. Сонымен қатар дарынды балаларға жүргізілген диагностикалық сараптама қорытындылары, сол бойынша мониторинг жүргізіледі. Құрметті әріптестер, бағдарлама мазмұны қысқаша таныстырып өттім. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет.